Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздерге базардағыдай бөшкеде дайындалатын тұздалған қиярды көрсетемін. 3-4 сағатқа қиярларымызды салқын суға салып қоямыз, жуып тазалап барлығын. Одан кейін осына үлкен ыдысымызға барлығын салып, үстінен дайындап алған тұздығымызды құятын боламыз. Яғни 1 литр суға 2 ас қасық. Егерде 10 литр құятын болсаңыздар, суда оған яғни 20 ас қасық тұз салатын боламыз. Осылай үстін бататындай етіп құямыз. Одан кейін 1 аптаға қалдырамыз. 1 аптадан кейін осындай ашу процесі болады. Оның барлығын төгіп тастап, екі қайтара жуып, ары қарай сол ыдысымызға немесе мен сияқты осындай банкілерге салсаңыздар болады. Бұл жолы 1 литрге 1 ас қасық тұзды салып, осылай бататындай етіп құйып, капроновый крышкамен жауып, қараңғы жерде сақтай береміз. Өте дәмді болады. Рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап